Өзбекстанға барғанда кез келген турист Төле би кесенесіне барып Александр Македонский ағашының астына отыра алады. Шихантауыр кесенесі Ташкентте осы уақытқа дейін сақталған ең көне мемориалдық кешен. Ұзақ жылдар бойы саяхаттағаннан кейін Шихантауыр Ташкентте оралады. Ол онда жергілікті адамдардың есіне данышпанның данасы болып қалыптасқан. 1355 жылы қайтыс болды. 16 ғасырдың соңында Әмір Темір Сұлтан денесі жатқан мазардың үстіне кесене соққан. Қазір Шихантауыр мемориалдық кешені орналасқан жер ислам діні келмей-ақ тұрып та киелі саналған. Ол кезде зороастризм дінінің пұтқа табынушылық қасиетті орындарына тиесілі болған. Шихантауыр кесенесінің ішінде биік қураған ағаш бар. Ол күмбезге дейін тіреледі. Кесене қараушының айтуынша бұл ағаш Ескендір Македонский сауыры деп аталады. Ол Александр Македонский орталық Азияға барғанда кезінде еккен 48 сауырдан қалған жалғыз дана екен. Осы жердегі қараушының айтуынша, егер ағашқа жақын барсаңыз, жағымды майлы жұпар иісті сезеді екенсіз. Шынымен де қураған діңгектен жұпар иісі әлі де шығып тұр. Тарихта сенсек, бұл ағаштың жасы 1000 жылдан асып кеткен. Шихантауыр мемориалдық кешені шын мәнінде қазіргі Ташкенттің қасиетті мекені болып табылады, және әлемнің әр түкпірінен туристер келеді екен. Ал бұл кешен Төле би кешені. Бұл кешеннің басты ерекшелігі мұнда қазақ халқының қарақылды қақжарған Әділ би Төле би Әлібекұлы жерленген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша Қарлығаш би кесенесі. Айтпақшы, Төле би Ташкент қаласын 1743-49 жылдар дейін 6 жыл билеген. Ғимараттың салыну уақыты 15 ғасырға сәйкес келеді. Таста төмендегідей жазулар жазылған. Тәңірім қазаққа ерлікті де, елдікті де, даналықты да берген. Ташкентке барып жатсаңыз, Төле би атамыздың басына барып Құран бағыштап қайтыңыз.